Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Осы бір видеомда барлық жасаған торттарымдың рецебін, жаңағы видеосын бір видеоға жинадым. Бұл менде міне молочная девочканың рецебі, өте нәзік болып шығатын торттың бірі. Келесі видеома красный бархаттың рецебімен бөлістім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ең жұмсақ, өте нәзік болып шығатын. Кейін бента тортымның рецебімен бөлістім. Өте жұмсақ, қыздар, әдемі болып шығатын, нәзік болып шығатын. Және де өте сұранысқа көп нәзік балды торттың рецебімен бөлістім. Сіздерге оңай болу үшін астына видеоны бөліп қойып қойдым, ыңғайлылықтарыңыз үшін. Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай керемет болып шығатын молочная девочканың рецебін ұсынамын. Бұл жалпы торт менің күйеуімнің туған күніне арналып пісірілген. Мен рецепт түсірдім. Алдыменен қажетті ингредиенттерді мен астына жазып кеттім. Бізге май керек, яғни сары май. Ол бөлме температурасында болу қажет. Соның үстіне 3 жұмыртқаны жарамызда азғантай жаңағы миксерменен араластырып аламыз. Кейін осының үстіне сгущенка қосамыз. Қыздар, бізге жалпы 1,5 банка сгущенка қажет. Мен бірақ осы жерде ескерте кететін бір жағдайды айтқым келеді. Сгущенканы алған кезде бір сгущенканы қымбат бағада алсаңыздар болады. Мен мысалы мына 3 желанияны алдым. Бұл бағасы жағынан кішкене қымбат. Екінші банканы арзандауын ала берсеңіздер болады. Мына жерде мен кішкене арзанын алдым. Сонда жалпы екі қымбат алсаңыздар кішкене бағасы жағынан қымбаттау болады. Ал біреуін арзан, біреуін қымбатын алып араластырсаңыздар, жалпы ештеңе етпейді, жақсы болып піседі. Содан кейін қопсытқышты ұнға қосамыз да, жаңағы массамызға қосамыз. Жаңағы ұн өткізгіш арқылы осылайынан үгітіп, бүкіл массаға қосып, енді миксерменен жақсылап, жаңағы массасы 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Жалпы массамыз сондай воздушный болып шығады. Бұл ең сәтті рецептердің бірі, қыздар, осыменен 100% шығады. Міне осындай күшті болады. Содан кейін пергаментке формасын сызып аласыздар. Мен тарелкамен өлшеп сыздым. Жалпы тарелканың жаңағы диаметрі менде 22 см болды. 22 см жасайтын болсаңыздар, жалпы сіздерде 8 корж шығады. Мен қатты жұқа қылдырмаймын, орташа қылдырамын. Міндетті түрде, қыздар, жан-жағын қалыңдау қылдырыңыздар, жұқа қылдырып кетпеңіздер. Осылайынан жасап алып пісіріп аласыздар. Мен жалпы жасаған процесімді түсірдім. Осылайынан кезек-кезек пісіріп аласыздар. Әрбір көж ең кем дегенде 4-5 минуттың ішінде піседі. Осында сарғыш қылдырасыздар, қатты күйдіріп жібермеңіздер, себебі шеттері қатып қалса, жаңағы сынып кетуі мүмкін. Енді кремін жасаймыз. Кремін жасау үшін кілегейді азғантай мөлшерде жаңағы қоюланғанша миксерлеп аласыздар. Кейін оның үстіне, яғни творожный сырды және сахарная пудраны қосып, көлемі жаңағы 1 келкі, жаңағы массасы 1 келкі болғанға дейін араластырасыздар. Қыздар, жалпы сливкиді тым қатты мөлшерде жаңағы араластыруға болмайды, әріп кетуі мүмкін. Сол себепті бізге қажетті деген жаңағы қоюланғанға дейін ғана араластыру қажет. Міне менің кремім дайын болды. Кремім дайын, корждарым дайын. Мен корждар піскеннен кейін тарелкамен қайтадан өлшеп, яғни шеттерін барлығын 1 келкі етіп кесіп алдым. Кейін жаңағы осындай ретпен істейсіздер, яғни корж, крем етіп, жаңағы осылайынан жақсылап тұрып жағып шығасыздар. Міндетті түрде торт ең кемі дегенде, қыздар, 4-5 сағат холодильникте тұру керек. Содан кейін ғана жаңағы сыртын әсемдеуге болады, неше түрлі жаңағы жазуларды жазуға болады. Бірден жасауға болмайды, себебі крем сұйық болады. Яғни крем сұйық болғанда ол формасын жақсы ұстайды, бірақ онымен жұмыс істеу кішкене қиындау болады. Сол себепті ең кем дегенде 4-5 сағат холодильникте тұру керек. Мен осылайынан жағып алдым да, сыртын түзеген жоқпын, ештеңе істеген жоқпын. Осылайынан жағып холодильникке қойдым. Егер де жинайтын кольцо болатын болса, торт жинайтын кольцо, сол кольцоның ішінде жинауға болады, ол тіптен керемет болады.
кондитерский мешок болатын болса, осы кремді соның ішіне салып алып тез және кондитерский мешокпен де құйып алуға болады. Бірақ мен өзімнің жаңағы әдісім бойынша істеймін. Маған мысалы осылай ыңғайлы, күрекшемен жағып жаңағы жасау, сол себепті мен осылай жасадым. Міне осындай қалпында мен оны холодильникке қойдым, ештеңе істеген жоқпын, түзеулеген де жоқпын. Тек жаңағы уақыт өткеннен кейін алып түзеулеп сыртына жаңағы жазу жаздым. Ештеңемен әсемдемеймін, менікі осылайынан қалады. Қазір разрезде кескен түрімді көрсетемін. Разрезде, яғни торт қандай болып шығатынын қазір көрсетемін. Разрезде міне осындай болып шығады, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылып кеттіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Райхан. Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін краснобархаттың рецептін сіздерге ұсынамын. Ол үшін бізге сары май қажет болады. Төменде барлығының мөлшерін көрсетіп кетемін. Қант қажет болады. Комнаталы температурадағы айран қажет болады. Сұйық май қажет болады. ұн қажет болады. 3 жұмыртқа, краситель қажет болады. Қызыл түстісі қажет. Сода, какао және қопсатқыш. Төменде барлық ингредиенттердің мөлшері көрсетілген. Алдыменен бізге құрғақ сместі дайындап алу қажет болады, құрғақтарын. Ол үшін алдыменен ұн өткізгіш арқылы ұнды өткізіп аламыз. Кейін осы ұнымыздың үстіне какаомызды, содамызды және де қопсатқышымызды қосып, құрғақ күрекше арқылы немесе силиконды таяқша арқылы араластырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырып, шетке бөлек қойып қоятын боламыз. Бұл бізде яғни сухой смесіміз дайын болды. Енді айранымызды аламыз. Айранымызға красительді қосу керек болады. Мен Вивит фирмасының красителін қолданамын. Өте жақсы краситель, сіздерге де кеңес беремін. Бағасы да қолжетімді. Яғни қасығымызға бір шай қасықты толтырмай қосам мен, себебі өте қатты қызыл болады. Осылайынан араластырып қойып қоямыз, яғни біздің бояғышты массамыз дайын болды. Енді міне біз құрғағын дайындадық, бояғышты дайындадық. Енді бөлек ыдысқа, оның көлемі үлкендеу болу керек. 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Себебі енді осы біз ыдысқа барлық ингредиенттерді бір-біріне қосатын боламыз. 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, көлемі үлкейгенше жақсылап тұрып миксерменен араластырып аламыз. Бұл жерде миксерді қолдану өте маңызды. Себебі жаңағы массамыз үлкен, яғни көлемі жағынан ұлғаю керек болады. Кейін осы массамызға сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосып тағы да араластырып аламыз. Кейін оның үстіне жұп-жұмсақ комнаталы температурадағы сары майымызды қосамыз. Қыздар, бұл жерде ескере кететін жайт, міндетті түрде сары майымыз комнаталы температурадағы жұп-жұмсақ май болу керек. Холодильниктен бірден шығарылған жарамайды. Енді міндетті түрде жақсылап тұрып тыңдап алыңыздар. Осы жерді өте жақсылап мұқият тыңдау керек болады. Енді міне біздің жаңағы негізгі массамызға аз-аздан ұнды, аз-аздан красительді құятын боламыз. Міне кішкене мөлшерде краситель құйдым. Енді осының үстіне 4 ас қасық ұн қосамын. Сосын миксерменен араластырып аламын. Кейін қайтадан краситель құямын, содан кейін үстіне ұн саламын да қайтадан миксермен араластырамын. Осылай 4 подходпенен араластырып отыру керек болады. Міне біріншісін мен араластырып алдым. Кейін қайтадан миксерді тоқтатамын, краситель құям. Тағы да 4 қасық ұн салам, араластырып алам.
сосын қайтадан осы жаңағы позицияны қайталаймын. Менің красителіменен ұным біткенше осы позицияны қайталайтын боламын. Неге бірден салуға болмайды деп ойлайтын шығарсыздар. Себебі кезек-кезекпенен осылайынан аз-аздан араластыратын болсақ, біріншіден біздің жаңағы массамыз шашылып кетпейді. Екіншіден ол өте жақсы араласуына өзінің септігін тигізеді. Массамыз өте жақсы көтеріліп, бүкіл корждарымыз үлпілдек, воздушный болып піседі, қыздар. Сондықтан да осылай жасап көріңіздер. Міне, мен ең соңғысын қосып жатырмын. Ең соңғысын қосып, осылайынан араластырамыз. Әрине, камера жаңағы осы шыққан массаның қандай болғандығын көрсетпейді, бірақ масса өте воздушный болып шығады, қыздар. Өте воздушный, сондай болып, керемет болып шығады. Енді формамызды алып, осы массаны, қыздар, 3-ке бөліп пісіреміз. Яғни бізде 3 корж шығады. Көлемі жағынан үлкен болып шығады. Бір үлкен торт шығады осыдан. Үлкен бір красный бархат торты шығады. Менің жаңағы формамның диаметрі 26 сантиметр. Егер сіздердің формаларыңыз кішкентай болса, яғни 22 немесе 20 сантиметрлік болса, онда 4 корж пісіруге болады. Мен жаңағы 26 сантиметр болғандықтан ол үлкен форма болып есептеледі. Сол себепті 3 корж пісірдім. Егер де формаларыңыз кішкентай болса, 3 жаңағы биік болып шығады, немесе 4 корж пісірулеріңізге болады. Енді оның барлығы сіздердің қалауларыңыз бойынша 180 градусты қызып тұрған пешке 30 минут, 30-25 минут кейде ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Сондықтан да ағаш таяқшаменен міндетті түрде тексеріп отыру қажет болады. Міне, қыздар, мен 3 коржымды пісіріп алдым. Міндетті түрде оларды суытамыз. Суытқаннан кейін ғана олардың жаңағы қолдануға болады. Кремін жасау үшін бізге сахарная пудра, сливки қажет 33%, және творожный сыр қажет. Алдыменен творожный сырды ыдысқа салып, бір рет миксермен араластырып алу керек. Сол кезде жаңағы крем жасаған кезде оның түйіршіктері болмайды. Бұл негізі міндетті емес, бірақ мен әрқашан осылай жасаймын. Сонда креміміздің ішінде творожный сырымыз сондай біркелкі болады. Енді бір бөлек ыдысымызға кілегейімізді құйып аламыз. Кілегейіміз міндетті түрде холодильниктен шығарылған болу керек. Ең кем дегенде 8 сағат холодильникте тұрған кілегей болуы тиіс. Барлығы жаңағы бөлек ыдысқа құйып, миксерменен алдыменен кішкене қоюланғанша араластырып аламыз. Аздап қоюлана бастаған кезде творожный сырымызды және де сахарная пудрамызды қосып, қою болғанша араластырамыз. Ескере кететін жайт, тым көп ұзақ араластырмаңыздар, себебі крем іріп кетуі мүмкін. Сол себепті қою жақсы масса болған кезде бірден жаңа тоқтату керек, бірақ көп араластырмаңыздар. Міне мен шамамен 1 минуттай араластырдым. Кейін корждарымызды жинаймыз. Жалпы мен корждарды жинаған кездегі видеом белгілі бір техникалық байланыстарға байланысты түсірілмей қалыпты. Сол себепті, яғни корж, оның үстіне крем, корж, оның үстіне крем, корж, оның үстіне крем жағып, осылайынан қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мен бұл қызымның 8 айына арнап жасағандықтан, мен осылай оны әсемдедім. Әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тіпті әсемдемей қойсаңыздар болады. Холодильникте ең кем 2 сағат тұруы тиіс. 2 сағаттан кейін алып жеп берсеңіздер болады. Міне осындай керемет болып шығады. Дәмі деген енді өте дәмді, нәзік болып шығады.
өте керемет болып шығады. Мен ылғи осылай ортасына үлкен қылдырып жағам кремді, ал астыңғы жақтарына былай жұқалау етіп жағам. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Райхан. Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бента торттың рецептін сіздерге ұсынамын. Шыны керек алғаш жасадым қызымның 9 айлығына, бірақ мынандай керемет нәтиже болады деп ойламаппын. Бастысы қолжетімді ингредиенттерден кремі шыны керек қаймақтан жасалады, бірақ өте керемет, нәп-нәзік, нағыз торт болды. Төменде барлығын көрсетіп жазып кеттім қажетті құрамдағыларды. Бізге енді бұл жерде 5 жаңа жұмыртқаның 5 сары уызы менен 3 ақ уыз қажет. Сол себепті мен міне жаңағы барлығын бөліп аламын. Алдыменен міне 3 ақ уызды бөлек қойып қоямын. Ал бізге енді жұмыртқаның 5 сарысы керек. Жаңағы ақ уызды бөлек қойып қоямын. Яғни тамаққа бірдемеге қосып жіберемін, тағы да бір тәтті бірдемелер пісірген кезде сол себеп тұра берсін. Енді бізге мынау сары уызымызға қантымызды қосамыз. Енді бізге миксерді қосып, ақ уызды формасы ұстағанша жақсылап тұрып миксерлап алу керек. Яғни ақ уызымыз төңкерген кезде ыдысты формасын ұстап тұратындай болуы тиіс. Ол үшін оны жақсылап тұрып миксерлап аласыздар. Енді жаңағы сары уызымызды жұмыртқамызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұлай қарасам, шыны керек еш қиындығы жоқ. Бірақ жаңағы корж, яғни бисквит өте керемет болып піседі. Міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Енді осы жаңағы сары уызымызға, қант қосылған сары уызымызға жаңағы ертілген сары майымызды қосамыз. Мен бұл сары майдың ішіне ерткен кезде бірден сүтті қостым. Яғни мен сонда сүтпенен сары майды ертіп, осы жаңағы сары уызды массамызға қостым. Енді ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз. Және де осы қопсытқыштың үстіне кукурузды, крахмалымызды, яғни жүгері крахмалын қосамыз. Енді ақ уызымызды, ұнымызды кезекпен кезек қосып, кезек, яғни қосып отырамыз. Ақ уыз, ұн, кезек сонына дейін таусылғанша. Қыздар, мен бірден кешірім сұраймын. Шыны керек тамағым ұстап қалып, ангинам ұстап қалып, даусым кішкене бір түрлі болып жазылып жатыр. Енді ол денсаулығыма байланысты болғандықтан алдын ала кешірім сұраймын. Барлығын араластырып, яғни массамыз бір келкі болу тиіс. Барлығын дайындап аламыз. Сондай бізде жалпы массамыз воздушный болып шығады. Кейін протеинімізді алып, астына пергамент төсейміз. Осылай жағып шығамыз. Міндетті түрде қыздар массамызды түзелеуіміз керек. Яғни массамыздың үсті бір келкі болу керек. Ол ең маңызды шарттардың бірі, себебі сонда бисквитіміз бір келкі болып піседі. Яғни бір үлкен бір кіші емес, бір келкі болып піседі. Сол себепті мен осылайынан жақсылап тұрып түзеулеп алдым. 180 градуста пісіреміз, 20 минутте піседі. Міне осында сары болады. Мен яғни ағаш таяқшаменен жаңағы тексеріп алдым. Осында керемет болып шығады. Оны суытамыз. Суытқаннан кейін төңкеріп, пергаменттен алып тастаймыз. Сол кезде ол жаңағы былай қарағанда пышный болып шығады. Үлпілдек болып тұрады, өте керемет болып. Кейін кішкентай формаластар мен кәдімгідей кесеменен дөңгелек етіп кестім. Сонда менде жаңағы бір бисквиттен 6 осындай дөңгелек шықты. Осыда менде 2 бента торт шығады. Бір жаңағы бента тортқа мен 3 осындай дөңгелек арқылы жаңағы бента торт жасаймын. Сонда менде 2 бента торт шығады. Енді крем менде ең оңай 20% қаймаққа жаңағы сахарная пудра қостым. Бұл яғни дайын менде жаңағы крем болып шықты. Міндетті түрде қаймақты 20% алыңыздар. Сонда ол қою болады. Ыдысымыздың астына аздап қана крем жағамызда. Енді жинаймыз корж крем болады.
міндетті түрде жаңағы кремді көбіректе қосыңыздар. Себебі біздің жаңағы бисквитіміз қалыңдау, ол жаңағы өзінің бойына кремді көп сіңіреді. Және де міндетті түрде холодильникке қойып қойыңыздар. Басында қыздар форманы дұрыс ұстамауы мүмкін, себебі корждарымыз кішкентай ғой. Басында кішкене дұрыс ұстамауы мүмкін. Сол себепті сыртын бірден әсемдемеңіздер. Яғни осы кремін жағып, холодильникке қойып қойыңыздар. 1 сағаттың ішінде ол жаңағы қатып, формасын жақсы ұстайтын болады. Кейін сыртын әдемілей беруге болады. Мен алып міне осыны холодильникке қойып қойдым. Екіншісін жасадым. Яғни осылай өте оңай жасалады. Яғни корж, крем, корж, крем, корж, крем етіп жасайсыздар. Еш қиындығы жоқ. Бірақ жаңағы кремін көбіректеу жағуға мен шыны керек кеңес беремін, сонда өте тез шығады. Осылай жағып 1 сағатта холодильникке қойып қоясыздар, ол формасын жақсы ұстайды. Содан кейін сыртын қалауларыңыз бойынша өздеріңіз әсемдейсіздер. Мен басында жай ғана жаңағы қызымның 9 айына жасалған болғандықтан осылай жаздым. В разрезе мне осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен, Райхан, ас болсын. Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен шыны керек ең жұмсақ, ең тәтті медовиктің рецебін өте көп іздедім. Шын айтайын, өте қатты қуанып тұрмын, себебі мен ең керемет, ең бастысы оңай жасалатын, ешқандай артық затты қажет етпейтін медовиктің рецебін таптым. Алдыменен қамырын жасап алайық. Ол үшін жұмыртқамызды ыдысқа жарып аламыз. Біз водяной парда оны жаңағы ерітетін боламыз. Өзіміздің жаңағы қантымызды, сұйықтығымызды сол себепті жақсы салу керекпіз. Қантымызды қосамыз. Мен ванилин қостым үстінен. Кейін соданы қостым. Содамды, сарымайымды барлығын ыдысқа қосып алдым да бірден еріттім. Себебі шыны керек мен артық жасалатын бір нелерді ұната қоймаймын. Ананы жасау керек бөлек, мынаны жасау керек дегендерді. Сол себепті маған осылайынан ыңғайлы болды. Бұл жерде кішкене бір қателігім, майды қоспай жатып алдыменен бір былғап алуым керек еді. Ешқандай миксердің қажеттілігі жоқ, жай ғана венчикпенен жасайсыздар. Бөлек бір ыдысқа, яғни кастрюльге ыстық су бұл менде. Ыстық судың дайындап қойдым. Кейін осы массамыздың үстіне 2 ас қасық таза табиғи балды қостым. Қыздар, егерде сұйық бал болатын болса, онда 3 қасық қоссаңыздар болады. Менде қатып тұрғандықтан маған 2 қасық жеткілікті болды. Ең бастысы қыздар, табиғи балды қосыңыздар, сонда түсі де жақсы болады, дәмі де жақсы болады, сол дұрысырақ болады. Енді жаңағы осы суымызға ыдысымызды қойып, водяной баняда саусағымызды басқан кезде, яғни қолымызды қатты қыздырмайтындай болып еруі тиіс. Ергеннен кейін бөліп ұнды қосасыздар. Мен төменге жазып кеттім. Қаншаған қосқанды мен бөліп қостым. Сол себепті бөліп қосып жақсылап тұрып қамыр илейсіз дағы. Егерде уақыттарыңыз болып жатса, тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Егерде уақыт жағынан болмай жатса, бір 10 минутке бөлме температурасына қойып, кейін жаңағы қамырды жайып, корждарды пісіре беруге болады. Мен осылайынан алдыменен барлығын лопатамен жасап алдым, кейін ұнды қосқанда осылай формасын жақсы ұстайтындай болып шықты. Тоңазытқыштан алып шықтым. Енді осыны теңдей бөліктерге бөлесіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен шамаменен 7 бөлікке бөлдім. Себебі мен кішкене көлемі жағынан үлкендеу қаладым жасауда, сол себепті мен 7 бөлікке бөлдім. Осылайынан дайындап аласыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Кейін пергамент қағаздарыңызды бөліп дайындап қойыңыздар. Сол пергаменттің үстіне бірден жаясыздар. Сонда сіздер жаңағы оны жаясыздардағы бірден жаңағы пештеріңізге сала қоясыздар, еш қиындығы болмайды. Осылай пергаменттің үстіне қоясыздар. Қатып тұрған қамыр өте жақсы істелінеді, негізі ешқандай несіз. Қолыңызға жабысып жатса, міндетті түрде үстінен ұн қосып жібересіздер. Онда тұрған ештеңе жоқ, ешқандай жамандық жоқ, ештеңе болмайды. Осылайынан қатты илеп, көлемі жағынан жаңағы үлкейтіп аласыздар.
міне осылайынан ұнды қосып илесеңіздер, илеу жағынан сіздерге жеңіл болады, және де ең ыңғайлы жолдардың бірі болып табылады. Осылайынан илеп соза бересіздер қамырларыңызды. Қыздар, бұл өте жақсы иленген қамыр болса, өте жақсы, сондай жұмыс істегенде өте қолға бәріне ыңғайлы болып, сондай жақсы болып шығады. Мен жалпы қамырмен жұмыс істегенде қамырдың ыңғайлы болғанды ұнайды, жаңағы жабыспай қолға сондай болып жасағанды ұнатамын. Сосын пешімізді 180 градусқа қыздырып, қызарғанша пісіріп аласыздар. Шамамен 3-4 минуттың ішінде қыздар піседі. Әрі кетсе 5 минуттың ішінде. Тез піседі, жұқа болғандықтан тез піседі. Осылайынан тез пісіріп аласыздар барлық қамырлар корждарыңызды. Дәл осындай ретпенен барлық қамырларыңызды жайып шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл сондай ретпен барлығын жайып жасап шығасыздар. Міне қыздар, мен сіздерге шамамен піскен, мынау менде кесіп дайын болған қамырларым, яғни корждарым. Мынау жаңағы үгінділері. Ал бұл пештен шыққан қамыр. Пештен шыққан қамырда мен осындай формаға дөңгелек етіп, бұл міндетті түрде форма болыңыз. Ол табақпен де кесіп алуларыңызға болады, қалаған формаларыңызда. Жасап аласыздардағы, кесіпкеннен кейін тортты жинауға көшесіздер. Мен демді қаймақ пенен сахарная пудра, қант ұнтағы осылай араластырып кремін дайындап қойдым. Енді осылайынан бір-бірден мен бірінші жаңағы кальцияға жинағым келді, кейін ол кальцияның ыңғайсыз екендігін түсіндім. Сол себепті алып тастадым. Осылайынан жағып аласыздар да, ең соңында кальцияны тағуға болады. Сосын холодильникке тоңазытқышқа бір сағатқа қойып қоюға болады, сонда күшті ұстап тұрады формасын. Осылайынан бірінің үстіне бірін жағасыздардағы жаңағы жинап отырасыздар. Егер де торттарыңыз қисық болып кетеді, үстіңгі жағы тегіс болмайды деп ойлайтын болсаңыздар, онда корждарыңызды төңкеріп келесі жағынан жасаңыздар, сонда тіп болып шығады. Енді мен үйде өзіміз жеу үшін жасағандықтан былай қатты тіктеп әдемілеген жоқпын. Ең бастысы дәмді, ең бастысы жұмсақ, ең бастысы нағыз балды дәмді болып шығады. Осылайынан барлығын жинайсыздардағы, сыртына барлығына корждарыңызды жағасыздар. Содан кейін үстіне жаңағы бағанадан қалған үгіндіні, жаңағы ол бізде корждың қалған шетіндегі қалдықтары ғой. Сол қалдықтарын блендер арқылы үгітіп аласыздар, немесе жаңағы мешочекқа салып, оқтауменен үстінен үгітіп алуға болады. Сол себепті ол жағынан ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Кремін бастысы көбіректе жағыңыздар. Менің түсінгенім бойынша медовик, яғни балды торт өте көп кремді қажет етеді екен. Сол себепті кремнің көп болғаны жақсы. Жеген кезде құрғақ болмайды. Сол себепті барынша көп қосыңыздар. Кез келген крем бұл жерде жақсы үйлеседі. Мен шыны керек қаймақпенен сахарная пудраны қолдандым. Себебі ақша жағынан да ыңғайлы, арзандырақ келеді. Кілегейді, сливкиді де қолдануға болады, бірақ кішкене баға жағынан қымбаттау болғандықтан мен үй жағдайында осылай жай кәдімгі қаймақпенен қант ұнтағы арқылы жасадым. Сол себепті осылайда жасап жеулеріңізге де болады. Өте дәмді болып шығады бастысы. Қолдан жасалған әрбір пісірілген тағам ол ерекше дәмді, ерекше күшті болып шығады. Сондықтан да осылай жасап көрсеңіздер еш өкінбейсіздер. Және де тоңазытқышқа міндетті түрде қойып қойыңыздар. Бір ең болмағанда, ең шыдай алмаймын, күте алмаймын деп тұрған өзіне бір жарты сағатқа қойсаңыздар, кейін турап жей берсеңіздер болады. Мен көбінесе таңертең жасап қоямдағы, кешкі ас уақытына дейін менікі дайын болып тұрады. Сол себепті ешқандай жаңағы қиындықсыз болып піседі. Сондықтан өте оңай дайындалады. Бұрындары мен балды торттың жұмысы өте көп деп жасағанды ұната қоймайтын. Бірақ осы рецепт арқылы олай емес екендігін түсіндім. Мен кішкене торттым шетке қарай жиналып қалғандықтан қисық секілді болып көрініп тұр. Осында керемет болып шығады, дәмді болып шығады. Мен шыны керек бұл жерде кремді аздау ғана қосыппын.
келесі рет жасаған кезде көбірек қосқанда ол өте одан да нәзік болып шықты. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан.